Үндістанда 288 адам қаза тапты. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Үндістанның Одиша штатында жүк пойызы жолаушылар пойызымен соқтығысып, соңғы мәліметтер бойынша 288 адам көз жұмды. Мыңдаған адам жарақат алған. Апат 2 маусым жергілікті уақыт бойынша 19:20 шамасында, Астана уақыты бойынша 19:50-де орын алған. Әлі де іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Осы және өзге де жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер.